Хандар аманаты. 1801 жылы Бөкей ордасы құрылды. 1822 жылы орта жүзде хандық билік жойылды. 1824 жылы кіші жүзде хандық билік жойылды. 1837-1847 жылдар аралығында Кенесары көтерілісі болды. 1864 жылы Ресей Қазақстанды толығымен бағындырды. 1870 жылы Қазақ жеріне орыс шаруаларын қоныстандыру басталды. 1897 жылы Қазақ елінде алғашқы халық санағы өтті. 1916 жылы Жетісуда Қарқара ұлт азаттық көтерілісі бұрқ етті. 1917 жылы Алаш партиясы құрылды. 19 ғасыр қазақ халық үшін үлкен бір қасіретті кезең деп айтуға болады. Өйткені бұл қазақтардың соңғы ханы Кенесары Қасымұлының өліміне байланысты ең соңғы тұяқ серпер қазақтардың өзінің билігінен айырылу кезеңіне аяқ басты. Дәл осы кезеңнен бастап, тәуелсіздіктен айырылу кезеңі басым түрде орныға басады деп айтуға болады. Хандар аманаты. 1801 жылы Бөкей ордасы құрылды. Орда атауы тарихқа өзінің алғашқы билеушісі Бөкей Нұралыұлының атымен енді. Кейіннен Бөкейдің орнына мынау патшалық билік оның ұлы Жаңгірді даярлады. Жаңгір мынау сол кезде Астрахан губернаторының әкімшілік жанында болған ұзақ жылдар, жалпы Орынборда болған біраз уақыт, жалпы мынау Ресей мәдениетін қабылдаған, үйренген, сауатты, алғыр адам болған Жаңгір хан. Ал бірақ патша үкіметі Жаңгір хан даярлағанда, сол Бөкей ордасында, Бөкей ордасы арқылы кіші жүзде өзінің ұстанымын жүргізу үшін, өзінің позициясын жүргізу үшін даярлады Жаңгір ханды. Ал Жаңгір әкесі Бөкей хан өлгеннен кейін, хандық таққа отырғаннан кейін, шынымен де солай болып шықты, Ресей әкімшілігінің өкілі ретінде қызмет жасады. 19 ғасырда да өте көтерілістер жиі болып отырды. Ол бірінші себеп кіші жүз билігін Ресейдің араласуы, билікті шектеуі. Осыған байланысты өздеріңіз жақсы білесіздер, Махамбет пен Исатайдың көтерілісі болды, Жанқожа батыр көтерілісі, Сырымдатов бастаған көтерілістер. Жаңгір хан қазақ жерінде алғаш рет жерге жекеменшік енгізген тұлға. Жерге жекеменшік енгізу осы Бөкей ордасынан басталды. Ол енгізгенде де, мұна кәдімгі сол уақытқа шейін қазақ қауымдары еркін пайдаланып жатқан жерді алды да өзінің жақын адамдарына ең құнарлы жерлерді бөліп берді. Соған байланысты Исатай Тайманының көтерілісі бұрқ ете қалды. Исатай Тайманының көтерілісі негізгі талабы жерді қауымдық негізде пайдалануға қайта оралу, соны қалпына келтіру үшін жүргізген күрес болатын. Бұлардың бәрі көбінесе шаруалар көтерілісі деп айтады. Шын мәнінде бұның ар жағында ұлт азаттық деп айтуға болады. Өйткені бұл тек қана жерге байланысты, немесе жергілікті хандық билікке ғана қатысты емес, оның арты жағында Ресейдің осы интеллект керетқан империялық саясатына қарсылық жатты. Сондықтан да бұл шаруалар көтерілісі деп тар түрде мағынада қабылдауы керек. Бұны ұлт азаттық көтеріліс деп айтуға болады. Ал оның ең соңғы тұяқ серпері өздеріңіз жақсы білесіздер, Кенесары Қасымұлының көтерілісі болды. Жанқожа Нұрмұхаметов сырдың бойында Хиуаға қарсы, Ресейге қарсы күресті ол кісі. Соның кейін мысалға Жоламан Тіленшұлы ол кіші жерінде Ресей билігіне қарсы шықты. Кейіннен Жоламан Тіленшұлы да, Жанқожа Нұрмұхаметұлы да екеуі де Кенесары Қасым қозғалысына қосылды. Кенесары Қасым қозғалысын қолдады. Бір ғажап нәрсе, Кенесары қозғалысының ерекшелігі неде? Кенесары қозғалысының ерекшелігі сонда, патша үкіметі одан қатты қорықты.
Неге қорықты? Өйткені Кенесары қозғалысын 300 бірдей қолдады. 300-дің батырлары бірдей болды құрамында. Мысалы, Кіші жүзден Жоламан Тіленшұлы, Жанқожа Нұрмұхамедұлы қолдады оны. Мысалға, мынау орта жүздің ол босамаса батырлары қолында жүрді, Кенесарыны қолдады. Сол сияқты ұлы жүздің батырлары да қолдады. Сұраншы Саурық, Сыпатай, Байзақ пен Бәйсейіт секілді жау жүрек батырлар да Кенесары қолының сапынан табылды. Бұл көтерілістің артықшылығы сонда, ол бүкіл қазақ халқын біріктірді. Езілген еңсесіне рух берді. Сондықтан да олар мемлекеттілігін қалпына келтіру жолында бастарын бәйгеге тікті. Одан басқа жол да жоқ болатын. Кенесары Наурызбай жырының орысша варианты аударма жарияланды. 19 ғасырдың 60 жылдар. Оны аударған кім дейсіз ғой? Ахмет Жантурин. Кенесары қарсы қол бастаған Жантурин. Ахмет Жантурин аударыпты. Сонда Кенесары қарсы шыққан патша үкіметін қолын бастаған Жантурин Кенесарыға соның идеясын түсініп тұр ғой, білдіңіз ба? Сонда мені сол жаңағы бір ғажап нәрсесі, Кенесарының құрамында ақындар, жыраулар болған, бірақ Нысанбай жыраудың орны ерекше. Кенесары жалпы трагикалық тұлға, трагедиялық тұлға. Кенесарының ең алғаш жазған хаты бар, патшаға жазған хаты бар. Сол хатында былай дейді. Ол хаты бағдарламалық хат деп айтуға болады, программалық хат. Сол патшаға жазған хатында айтады: менің атам Абылай тұсында дейді, Қазақ пен Ресейдің шекарасы ертістен өтетін дейді. Абылай мен сіздің араңызда болған келісім бойынша Ресей ертістен бері қарай өтуге тиіс емес дейді. Сол сіз атаммен болған келісімді бұздыңыз. Ертістен өтіп, қазақ жеріне бекіністер салдыңыз. Мен бұнымен келісе алмаймын дейді. Мен сізге басқа қояр шартым жоқ. Мен бірақ шартым бар. Атам Абылайдың тұсындағы шекараға қайтыңыз дейді. Сол шекараны қалпына келтірейік дейді. Сіз бекіністеріңізді алып кетіңіз дейді. Астана қаласының дәл ортасында Жастар ықшам ауданының жанындағы осынау көне қорымда Кенесарының 200-ден астам жауынгерінің мүрдесі жатыр. Тарихшылардың дәлелдеуінше 1838 жылы хан кене мен патша әскерінің арасында қақтығыс болып, сол қақтығыста өкінішке орай қазақ жауынгерлері түгелімен опат болады. Кейіннен жергілікті халық сол марқұмдардың басына мынадай құлпытас орнатқан екен. Кенесары трагедиясы бұл ұлттың трагедиясы, қазақ халқының трагедиясы. Қазақ халқының шарасыздығының көрінісі. Ұлт ретінде, ел ретінде шарасыздығының көрінісі. Біз оны тура түсінуіміз керек, тура қорытуымыз керек. Біз экономикалық күшке айналмай, ел ретінде, ұлт ретінде мынау жерді сақтап тұра алмаймыз. Кенесарының тәжірибесі, Кенесарының бізге көрсеткен сабағы сол. Хандар аманаты. Ресейдің осы Қазақстан жерін билеп алуының соңғы нәтижесі ол соңғы реформа дейміз, жер су және кейінгі әкімшілік реформалар дейміз. Соның ішіндегі ең бір тоқтала кетуге тура келетін реформа 1867-68 жылғы реформа. Жерде уақытша ереже деп айтамыз. Осының нәтижесінде бірнеше облыстар қойылды. Облыстардың басына генерал-губернаторлар отырды. Ал генерал-губернаторларға губернаторлар бағындырды. Олардың билігі негізінен әскери әкімшілік билік деп айтуға болады. Ферғана, Орта Азия, Сырдария, Жетісу жерлері негізінен осы
кейінгі Түркістан генерал-губернаторы дейміз ғой, соның негізін құраған жерлер болды. Осы жерлердің билігін Ресей өзінің генерал-губернатор арқылы билетіп. Яғни генерал-губернатор деп отырғанымыз бұл Ресей патшасының нағыз өзі, соның көзі деп айтуға болады осы жердегі. Соның бүкіл билігін осы жергілікті жерде жүргізуші. Өзі сот, өзі заң шығарушы, өзі жазалаушы, яғни бүкіл биліктің үш тетігі соның бәрін өзінің қолына жинақтаған. Осының нәтижесінде қазақ жері ең соңғы тірегі осы Жетісу жерінен де айырылып, енді ең соңғы биліктен де айырылған болады. Осының нәтижесінде Қазақстанның бүкіл территориясы ендігі жерде Ресейдің шеткі аймағы, Ресейдің құрамындағы өзінің бір облысы деңгейде қалып келген болатын. Қазақ хандығын жою патша үкіметіне жеңілге түскен жоқ. Қазақ қоғамы оған үзілді-кесілді қарсы шықты. Қарасаңыз, мысалға, осы 19 ғасырдың алғаш жартысы қазақ жерінде көтерілістерге толы. Наразылықтарға толы. Неге олай болды? Қазақ халқы, оның билеуші топтары, билер, батырлар, сұлтандар жақсы түсінді. Мемлекеттілікті қалпына келтіру керек. Мемлекеттілік қалпына келтірмесе, біз ұлт ретінде әлсірейміз, жойыламыз. Өз мүддемізді қорғай алмаймыз. Мемлекеттігіңді қорғау деген ұлттық болмысыңды, мінезіңді, ұлттық мәдениетіңді қорғау деген сөз. Ұлт зиялылары мұны жақсы түсінді. Сол үшін де ымырасыз күрес жолына шықты. Бұл жерінен керемет ғажап сұңғыла ғалым, тарихшы Вяткин деген ғалым өткен. Мынау 20 ғасырда мынау кәдімгі іргелі зерттеулер жазған. Сырым Батыр деген монографиясы бар ол кісінің. Сол Вяткин сол кездегі деректерді өте жақсы білген кісі. Вяткин айтады, патша үкіметі дейді, қазақ хандығын саналы түрде жойды дейді. Мақсатты түрде сатылап отырып жойды дейді. Оны айтқаны дұрыс. Патша үкіметін әрине мұндай қазақ жеріне, қазақ қоғамында тереңдей енуге хандық билік кедергі жасады. Сондықтан хандық билікті жою керек болды. Ал бұл бір жағы. Мәселенің екінші жағы бар. Егер де бізде мықты мемлекеттік аппарат болса, мықты мемлекеттік жүйе болса, онда ол бізде хандық жойылмайтын еді ғой. Яғни хандық билік әлсіз болды деген сөз. Анау не дейді ғой, қазақтың сөзі бар ғой, киіктің қасуына мергеннің басуы дәл келді дейді. Ол шынымен сондай болды. Жетісуда Сұраншы батыр, Саурық деген батырлар болған. Бұл екеуі ең алдымен қоқанға қарсы күресті. Осы Жетісуға қоқан билігі орнады. Өткен 19 ғасырдың 20-30 жылдары сол Саурық, Сұраншы батырлар қоқан билігіне қарсы күресті. Өйткені қоқан билігі бұл әрине біз көп жағдайда біз тура түсінуіміз керек. Қоқанды әрине бұл мұсылман мемлекеті, исламды ұстанған мемлекет. Ал бірақ қазақ халқына жайсыз дейді ол мемлекет. Қоқан билігі өте жайсыз дейді. Сондықтан Сұраншы, Саурық қоқан билігіне қарсы күресті. Кейіннен мұнда Ресей келді. Осы 19 ғасырдың 60 жылынан 50 жылдың аяғы 60 жылдар Ресей билігі келген уақытта Сұраншы тағы да Ресейге қарсы шықты. Ресейге қарсы күресті. Сол үшін мынау осында Верный бекінісін Ресей алғаннан кейін Сұраншы бастаған осы Жетісудағы қазақтар Шудың арғы бетіне өтіп кетті. 10 жылдан астам сол уақытта сол жақта жүрді. Верныйды сол кезде Верныйға билігін орнатқан Колпаковский Сұраншы батырды 10 жыл бойы шақырды. Қайта кел, өз жеріңе кел деп. Содан кейін 60 жылдан кейін барып осында келді Сұраншы батыр. Ал енді біз соларды айтуымыз керек. Ал 60 жылдары осында мысалға мәселен мынау осы албандардың, суандардың атақты биі, батыры Тазабек Пұсырманов деген кісі болған. Тазабек Пұсырманов та осы жерде Ресей билігін қабылдамады. Басқыншылармен арадағы қарым-қатынасы шиеленіскендіктен Тазабек Пұсырманов мыңдаған шаңырақты алып, Шығыс Түркістанға өтіп кетеді. Бұл кезде онда да ұлт-азаттық көтеріліс жүріп жатқан болатын. Генерал-губернатор Колпаковский Пұсырмановтың бұл әрекетінен қатты шошыды. Ол Жетісу қазақтары мен қырғыздары бірігіп алып,
өзіне қарсы тұрады деп қауіптенді. Сондықтан жымысқы жолмен Құлжа қаласындағы Тазабек Пұсырмановты тұтқындап әкеліп, Верный түрмесінде өлтіреді. Хандар аманаты. Хандар аманаты. Біз жақсы білеміз, 1916 жылғы қазақ жеріндегі көтеріліс, ұлт азаттық көтеріліс дейміз, патша жарлығына қарсы, яғни кезінде қатын патша дейді, Анна ханшайыммен ит терісіне жазылған келісім бар болатын. Қазақтарды ешқашан әскерге алмаймыз деген. Міне осы шарт бұзылып, қазақтарды әскерге ала бастады. Әскерге алған кезде тыл жұмысына. Мен сол кезде жерлерде, сол кеше мына жетісу жерінде де халықтың алдына шыққан көшбасшылар не деді? Біз жарайды, біз әскер ретінде баруға қарсы емеспіз. Бізді әскер ретінде емес, бізді қорлап, тыл жұмысын алып отырға. Әскери құрама ретінде алса, онда біз баратын едік. Мемлекеттік думаға араласа жүріп, қазақ зиялыларының ойлаған мәселесі екі мәселе болды. Бұл жер мәселесі. Бөкейханов туралы Бөкейханов айтады. Бөкейханов мысалы жазды күні сол Петербургда, Москвада оқып жүрген қазақ жастары жазда каникулға шығады. Елге қайтады. Сонда Бөкейхан тапсырады екен. Сендер елге барғанда босқа жүрмеңдер. Елге барғанда қандай проблема бар, қандай мәселе бар. Сол туралы материал жинаңдар. Әсіресе жер мәселесіне байланысты материал жинаңдар. Сол құжаттарды, сол документтерді сол мемлекет думаға тапсырыңдар дейді. Мемлекет думаның мұсылман бюросында хатшы болып істеген Мұстафа Шоқай кейін еске алады. Бізге Әлекең айтатын дейді, Бөкейханов айтатын дейді. Сендер дейді, жастар айтады екен. Сендер қазақ мәселесін түсінгілерің келсе, жер мәселесін түсінгілерің керек. Жер мәселесін түсінген кісі ғана қазақ мәселесін түсінеді деп айтты дейді. Айқап журналы 1911-1915 жылдары, соның кейін қазақ газеті 1913-18 жылдары шығып тұрған. Бұл бір ғажап нәрсе, қазақ қоғамындағы бір ерекше құбылыс. Бұл екі басылым да қазақ тарихындағы ерекше құбылыс болып табылады. Бұл екеуі де осы өмірге келе салысымен кәдімгі аяқтарына қазды тік тұрып есейіп кетті. Кемеліне келген басылымдар болды. Екеуі де қазақ қоғамындағы өзекті мәселелерді көтерді. Экономикалық, әлеуметтік, мәдени мәселелерді көтерді. Көтерген өз дәрежесінде көтерді. Әсіресе қазақ газеті, мынау әсіресе саяси жағынан бұл кемел басылым болды. Мына қазақ газеті үшін мысалға балаңкес болған жоқ. Ол бірден қазақ мәселесін өз дәрежесіне көтерген басылым болды. Ал енді қазақ газетінің бір кереметтігі сонда, қазақ газеті арқылы қысқа мерзімде ұлт азаттық күрес идеологиясы өмірге келді. Ешқандай азаттық қозғалыс өзінің теориялық негізі болмаса, идеологиялық негізі болмаса, азаттық қозғалыс өз дегеніне жете алмайды. Осы тұрғыдан алған уақытта Байтұрсыновтың қазақ газеті азаттық идеологиясын көтерді. Жалпы патша үкіметіне қазақ халқының керегі болған жоқ. Қазақ халқының ешқандай құны болған жоқ. Халық ретінде, мәдениет ретінде қазақ халқы патша үкіметіне бұл артық нәрсе болды. Патша үкіметіне керегі бұл қазақ жерінің байлығы болады. 16-шы көтеріліс бұл қазақ халқының Ресейдің бұл патша үкіметінің мынау ұстаныммен, осы ұстаныммен келіспейтіндігінің нағыз айғағы болды. жылы шілде айында Орынборда Алашорда қайраткерлерінің қатысуымен алғашқы жалпы қазақ съезі өтті. Оның ұйымдастырушысы Әлихан Бөкейханов еді. Орынбор бұл кезде қазақ халқының мәдени саяси орталығы болатын. Алаш партиясы сол 17 жылдың күзінде құрылды. Барлық облыс орталықтарында оның облыстық комитеттері құрылды.
орталық комитеті болды Орынборда, оның уставы болды, жарнамасы болды, программасы. Ең негізгі нәрсе Алаш партиясының бағдарламасы өмірге келді. Алаш партиясы қазақ тарихында құрылған тұңғыш саяси партия. Бұл партия, бұның жалпы деңгей жағын алған уақытта, сол кездегі европалық партиялармен терезесі тең, дәрежесі бірдей партия болып өмірге келді. Хандар аманаты. Хандар аманаты. Алаш зиялылардың арманын жалғастыруға атсалысқан біраз азаматтар болды. Оның бірі осы Алматы облысы бұрынғы жаңағы біздің Жалаңаш, оның ішінде Тоғызбұлақ өңірінде өмірге келген Қапез Байғабылов деген үлкен қоғамда азамат өткен. Қасқырда қас қылмайды жолдасына, арамдық болмаса егер өз басында. Жер бетін топан қаптап кетсін мейлі, түбінде өзен ағады арнасына дейді. Түнде шындық айтылатын анық. Алаш қонған ақ боз үй бос қалдым ай, жетім жесір қасында дос қалдым ай. Өкінбейін десем де өзегім бар оу, өтіп кетті дүние-ай қасқағындай. Әзәзілге сендің бе, айтқанына көндің бе, халқым деген қапездей жауды ұстап бердің бе. Ит шеккенге айдаған кер заманның әлегі, бұлбұл құстай сайраған бұл қапездің әні еді. Игигай, 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 игигай,